Сәлем дуслар. Әйтерсез тапшыруның чираттагы чыгарылышын төшерәбез. Бик зур тәнәфесебезнең сәбәбен сез барыгыз да яхшы беләсез. Каршы алыгыз безнең чираттагы кунагыбыз Фердус Тимаев. Менә шундый сорау. Безнең яшь аермасы шактый гына. Сезгә комфортно булсын өчен мин абый дип дәшимме, сез диепме? Сезгә ничек уңайлы? Миңа труппа миңа абый дип дәшәйин дә сезгәнсездер. Мин Фирдус Фаритович, сез дип әйткәнне бик инде бетермим инде. Бигрәк тә үземнең түгәрәгемдә шуңа күрә абый дисәң миңа якынрак була инде һәм әңгәмәдә якын булачак. Син дисәң дә сез. Син дисәң дә мин бик шат булам. Ярый, килештек. Соңгы ярты ел барыбыз өчен дә зур үзгәрешләр вакыты булды. Син нәрсәгә өйрәндең Фирдус абый бу вакыт эчендә? Нинди нәтиҗәләр чыгардың? Кадерләү дигән нәрсә артты миндә. Гаиләмнең матурлыгын тагын да ныграк күрдем. Аннан үземне тагын бер кат сынадым. Мин шу авырлыкларга түзеп тора алам икән дип. Шул. Менә елны яңадан башлау мөмкинлеге булса, нәрсәдә булса үзгәртер идеңме? Башкача эшләр идеңме? Акча җыеп куяр идеңме анда мәсәлән? Юк, мин күңелем сизгән кебек, мин әле группага әйткән идем сентябрь аенда. Акчаларыгызны җыеп барыгыз, юкка барырга туздырмагыз, кредитка телефоннар алмагыз, туннар алмагыз дип. Күңелем сизгән кебек. Менә бит инде ул вакытта әле ноябрь аенда нидә булган иде, теге гүзәл уразалы пси белән әзрәк теге шундай бер авыр нәрсә. Гауга чыккан иде. Ул гауга миңа киресенчә йөрәгемдә бер шундай үзгәреш кертте, стремление барлыкка килде. Һәм мин бөтенесенә доказать иттем. Концертымны мин тагын да ныграк эшли башладым. Звергә әйләндем. Һәм менә күреп торыгыз инде бүгенге концертны. Сезнең зверь булмаган чагыгыз юк түгелме соң? Юк, бу миңа аеруча бер ни истәде. Аеруча бер дәрт истәде. Аеруча бер акыл истәде. Аеруча бер борылыш истәде. Шуңа күрә мин чыктым менә гаскәр белән җиңәргә дип һәм менә ничектер чыктык та инде. Без иң зур шәһәрләрне, Казаннарны, Чаллыларны эшләп, аннары без инде коронавируска эләктек. Группамны да мин поддержать итеп тордым. Аллага шөкер. Стройка башланды, без рәхәтләнеп стройкада мин кулдан йөртелгән идем. Казанда инде. Теге эчендә теге бер-бердә юк, шу коробкасы инде. Заливать итеп, нитеп мәшкәп шунда яттык инде. Мин аларга акчасын түләдем. Миңа инде теге Иванны чакырсаң да барып түләргә. Фундамент казып заливать иткән өчен мин инде группага әйттем, әйдәгез группа шунда гына дип. Һәм шунда мәшкилеп, алар акча да эшләделәр, группа белән без бергә дә булдык. Менә гомумән бу ситуациядән соң чыныктым, ныгыдым дип әйтәсез. Сезнең кемгәдә нәрсәдә булса исбат итү теләге булдымы ул? Аклану теләгеме? Яисә киресенчә, мин сынмадым, сыгылмадым. Инде юк, миңа доказать итәргә нәрсәгә? Мин доказать итәргә минем авылым, минем авылдашларым, минем нурлатым, минем кем икәнне белә. Миңа нәрсәсен кем өчен исбатларга соң мин үземне? Шуңа күрә баштан сорасыннар, минем авылга кайтып, минем кем икәнне. Аннары сөйләшербез. Мин исбатларга түгел. Просто минем нәрсә өчен гарьләндем инде? Нәселем өчен оскорбляйтлар, әниемне, гаиләмне, балаларымны. Шуңа гына. Булай, әйе. Аллага шөкер. Тамашачы алдап булмый. Монда үзегез күрдегез. Юк, минем өчен әйбәт кенә булды. Минем өчен әйбәт кенә булды. Шуңа күрә мин бүген бит әйттем, ахырдан да ширләмәгез дидем, коронавирус вакытында төрле кешенең төрле теге барыбер теге проблемалар килде бит инде. Бизнеслар ябылды, банкротка калдылар, эштән чыктылар, Сибирләрдән кайтып эшсез калдылар, күп егетләр эшсез бит инде бит. Күп пиратлар ул бит әле теге тормыша барган кешегә бик авыр. Баласы, кредиты, ипотекасы ни. Менә шуңа күрә мин аларга әйтәм, сынмагыз, сыгылмагыз, керәшегез. Чөнки урысча пишет нет безвыходное положение. Һәр нәрсәдән дә чыгып була. Менә шу дәртле җырларым белән тамашачының яшәргә кайфын күтәрәм. Менә гел шундый дәртле, гел шундый энергичныймы, әллә кайчан да төшенкелеккә бирелгән чакларың буламы соң синең? Депрессия деген нәрсе танышмы сен?
депрессия деген меңа таныш, мен шо пси вакытында мен бик депрессияға кеттім. Мен ол комментарийларын оқып, мен зомбиге айландым. Мен үзіме кол сала язған ем, мені группа сақлап қонды, мені алдарға бермесілер. Ішкін сақлады мені группа. Менің әне жалайынды, онларға кеттім, мені қаттым, бір сөз теге мені сездірмей. Мен ол комментарийлар білән, ешіктер зомбиға кеттім. Анда шындай комментарийлары, мені кел шындай деймді. Сәхнәгә шығамда, как будто меңа тамашашы, мені қарғарға, менің істіме нәрселер, помидорлар бәріге келген кебек хистейін. Білесіз мен нәрсен ағын? Мені кіші асылын біле бітейбі? Жәмәғет, ол мен оңладым ға кіші нәрсеге өзіне құл салған. Нәрсеге 18-ші этаждан секірген, кіші өзі оңнамы екен. Кіші өзі біле контроль. Міне мен енді кішілік кіші. Yok, контроль алdım малай, слушай. Контроль алdım міне. Дербегені құлға тұта алмайды. Хотя ведь заллары тұлы. Екатеринбург тұлған, Сургут тұлған. Ең қызығы шол, ешкен шуа ердімді, Сургутқа барып жеттік. Кайф yok. Группы үлген, меңа ғана қарап тұралар. Абай, не, расчет жасап келділер. Мен пофиг санағыз. Абай, бұл жер бұла. Абай, мәмітті мен пофиг. Міне кел шолай. И мен тышқы бірем. Міне биллахи деп етем. Міне бір алдау сөзі yok. Тышқы бірем мен. Сургутта, міне группалдарға бермес. Бір достарда енді ашарға кірдік. Мен аларда қондым. Әлләнде сот ашып түштер көре біттім. Оның алдынан дұғалар көп еттім. Тұрдым ептеді бітімді, ошадым да и группа келді мұнда ашарға. Мен шай диванға ұтырып, мен шай тұрып, башына қойып, үзіп алдым да тыш көрем. Сургутның сәхнәсі. Колонкалар тұра, олардың ұтлары тұра, олардың коверлары тұра. Хәмен репетиция ясым. Бір мәні кетіп жығылдым да жан берге женім. Тағын уянам. Тағын кетіп жығылдым да тағын жан берге. Хәм сөк үлем дегендегіне уянып кеттім. Как будто менің ішіме кірді 1 тонна энергия. Шындай теге секіріп та тұрдым, шындай менен реакция шындай мене доли секунд. Секіріптім да группа строим етем, бастық етем, бүгін етем. Бәрәбіз Сургутны, короче. Группа в шоке. Күзалы өзәктерге зәме мен андыр чоң кірді, короче. Сургутның сәхнәсіне барғаным, іштен нәрсе көрем, 5 ұшылар. Siz представляете, мен нетелмейм. Менің мұндай реакция и концерт береміз. Мен ұшам. Группа в шоке, группа. Екатеринбургтаға бір шындай бек ауырай бір, мен ана бір кашын анытмайым қар. Бұсы шақлады, бұсы қадыршы Екатеринбургта шықтық та бетінде ялғыз тұрмажарын жарлайым. Көңіл толды, аннары достар олап отырмышта и бір мәнні күзде нешаға, короче. Пушкар, пушканы, төсі сүндерді пушканы, көз яшлары көрінмесін үшін. Утна енді мұнда дискотечный бере, халыққа яқтыртайын деді. Менің көзе, халық дурак түгір бетейін. И Альберт достар бұлап отырмышта санаулығына. Альберт менің бейім бара шой, желке асықты да мен ашылай. Мен қарым, Альберт мен қарады, бұл да жылаған. Вы представляете, нендені мені. Қазір не жара, бұл бітті бетінде, все, Сургутқа майлай. Еще бейім группы, в шоке, группы вообще теге мощно, мұнда халықның ұтыртмейбіз. Вообще ұтыртмей, халықтың шық басқан, аузын ашып, вот, короче, не. Менің шындай суши болғаны бірінші концертный филармония қойғанда. И все, шақырдым группа мен етем, береміз байыл мощный концерт. Етем, пофиг, неше сом была костюмлар. Неше сом тұра аранжировкалар метем. Әзірде біз мощный программа. Біз метем, вам не метем, звери возводили метем, все. Метем, зверіні ұяттылар уже. Как айтабыз Казанға. Олла, неше костюм? 25 костюм тіктірдік мысың. Қазір бардық неге айында шол костюмлары тіге тұрған фабрикаға. Бұлар әттелер енді біздің бітті филармонияға тегесі бар, государственныйға тегесі бар, суда біздей ой арым ішінде әлгір әлмей біздей. Это менге керек. Просто это мне надо. Больше меня там вас спросить не буду. Просто менге керек.
Тогда скидка не будет, ты расчетный счеттан болмайды, наличие дейм, там пофиг. Миллион ярым киімдер. Сразу 1 миллионна беріп қалдырдым. Ол бина 500 гына сарағаны. Это мен 1 миллионна берем. Хотите, мен там полностью төлем. Мен уже все, мен вообще пофиг, мен балар малай. Яңа ел вакытында кіші 2 атна ялайды, балар бізге костюм теге. 17 кіші костюм теге күжалды зайттырыз. Анан бір күжалды зайттырыз. Шулай тұрып, фонограммаларына. Бұл фонограмма мен әметтен ұшамай кеттік другой студияға. Бір жеріне шартап көрі яздырдық. 250 шар, 200 мыңға шықты бір жер. Шулай тұрып, бұйылғы концертны шуай әзірләндік. Нәрсе деп әтейм енді. Аллах тәғілі, егер шуқатлымы рахмет оқыдым мен. Демек шулай насып еткен. Демек бұл менге бір тәргеш болған. Бұл менің үшін әйбет болды. Шуңардан соң Инстаграмдағы күншілік, мына ул хөсетлік негативқа, иммунитет барлыққа келді деп айтасың келеміз. Yok, мен қазір бітірсін, менге пофиг, мен ол вақытта да мен қазір де пасылайтын. Мен шепшесуге, мен матнамат. Элек тәсір етмейді. Ол жақтан жоқ, мен. Егер мен айтсалар, сразу иди нагнады ем де бітті. Мен екеде ойлап тұрмын. Мен теге телемейлі кішілер білен не деп тұрмын. Блокерді нетіп пасаткін айтам мен. Анар менге зағырын, себет артист, культур, менге пофиг. Мәтті менің личный Инстаграм. Мәтті мен манда нәрсе жазым, келе шуны жазам. Манда мәттім бүкшенерге болса кірмегіз. Мәттім ол бит Инстаграм менің шәкси өзімнің яраткан тамашашым үшін шығарылған. Матур видеолар қоям мен анда, қызық видеолар қоям, жырларымны қоям. Егер анда кімдер кіріп анда менге бүкшенерге тейіш. Қоям блогерімні бейетім. Ол шушы балаға да жиын пішарақ сөз жазғаш, мен аңағыз енді бұл хайваннан да хуже. Яниге мен хатынымны, баламны анда хатынымны бизене білмей, киіне білмей. Сенесің какая фиг разница? Ол менің хатын. Мене анарға шулай yaşayız, знаешь, шулай керек. Нешегенде бүтін әсібетінде стерва болып теге ресторанда жүре алмай, қысқа көйіп кекеп. Мене ол андай түгіл. Ол ярата, асын күлмек керге. Ол бизенерге яратмай мәселен. Нешесеңде, аның үшін нәрсе кішіні аскарлай тұрген. Кімнің не іші бар? Мене мәселен, меңа шаман кіше, мен гүмімен кірмей. Мене андай нелер болайын да. Сізді бек яқшаңылаймыз бұл мәселеде. Білесің, меңа вообще, ол жақтан вообще пофиг. Бұл случайын алсың вообще, тем более тегені. Знаете. Менә финанс мәсьәләсен әйтеп киттең, әйме бик зур акчалар кертелде шушы программага дип. Ул чыгымнар акланамы соң? Бу бик зур сумма кергән дигән сүз бит. Җитмәсә пандемия менә хәзер зур пауза булды. Акчаның мәңге җитәсе юк. Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә табынырга кирәк. Акчаны алга куеп, акча турында уйласаң, син Аллаһ Тәгалә акчаны мәңге бирмәй. Әйе, біз қоябыз бүгінгі күнде 50% тамашашыға да. 150 кішіға да қоябыз. Ғафу етегіз. Мәскеуде концерт білен бітінде районның 150 мәселен біз мені әтнеге бардық, Яшырын Батырын түгіл, бізге қолға әләкті 60 мың менді. 70 мың мен. 18 кіші. 4 техника. Грузовой, автобус, менің машина, кішілерін тейіп келділер, 4-ші машина. Ну, Аллаға шүкір, қалды кісәге. Қалды, группа айтты, абай, бізге шәкірді кебік төлемейсің, районына кебік төлемейсің, өзіңе де қаларға кетіріп төлейсің деп. Мәттен мен ау, мәттен 10 мың қала, мәттен мен шуңа риза группа дедім. Бітті, шуны білдік де, Аллаға шүкір. Үйде отыру тегіл бейті. Онысы дұрыс. Бұла, миллионнар кірген вақытта бар. Андай зарплаталарды алған бар, мандай зарплата алған бар. Шуңа көре болғанына шүкір. Группаны отыртмайым. Заманасына қарап, ақша кіруіне қарап, әкіріңіне моторын әттіріп, 18 ғайлені ашатып, ішіртіп барабыз. Аллаға шүкір. Мен әжетсәйінде бұл начар түгіл. Біз пандемия бітуге ең бірінші біз шықтық Башқұртстанда да, Татарстанда да. Аллаға шүкір, 150-200 кішіге, 170 кішіге де қоябыз. Бүгінде сабада міне нешейінде. Бір 180 кіші бар ақырында. Аллаға шүкір. Үйде отыру түгіл бетінде. Үйде отырған сайын ол бет сығыласың. Іштер қатынның күзіне қарайсың да, теге сен бұлдықсыз бір ират өзіңні бұлдықсыз кебек хис етесің. Шуңа көре мен квартираға барсам, квартираға қойтам да, екінші күні тұрып, ішсем де кетем стройкаға мен нетелмін теге. Яратмайм мен жалқау кішілеріне, ятлаған кішілеріне яратмайм мен. Менә мен қойтып жетем, сағат примерно бұла сағат 12-лер бірлер енді. Ертеңіге ерте таңнан енді секіріп тұрам, сағат 8-де, 2 тегінде. Мен шындай кіші енді мен тыңғысы кіші.